Бүгін мен үшін өте маңызды күн. Себебі бүгін менде ұзату және де сырға салу. Дәл қазір мен сырға салуға дайындалып жатырмын. Осындай макияж, прическа жасатып алдым. Және де Ellen Wedding салонына келіп, өзімнің сырға салуыма арналған көйлекті киіп, дальше сол ресторанға баруға дайындалып жатырмыз. Осындай күшті қылып нежный макияж және де осындай көйлегіме под цвет тюбетейка дейміз. Сонда тақия тақтым. Және де уже ол жақта барлығы жиналып, құдалық болып жатыр. Құдалық пен сырға салу бірге өтеді. Сіздерге осылай лайв форматта барлығы қалай өтіп жатыр, соның барлығын түсіргім келіп жатыр. Сіздерден лайк, комментарий, ал біз кеттік. Достар, менің көйлегім осылардың арасында тұр. Сіздерге көрсеткім келіп отыр. Және де угадайте, мен қандай цвет киемін. Конечно же, розовый. Вот мен ең сүйікті цветім розовый. Вот бізде основасы осындай күшті, легкий көйлек, теңі де өте осындай әдемі. И беліне осындай корсет тағылады. Мен былай бойым жетпей тұр, қазір киген кезде көресіздер. Мені прям өте қатты ұнады. Бір кигеннен ғашық болдым десем де болады осы көйлекке. Ellen Wedding салонына үлкен рахмет. Маған осындай күшті көйлектер тауып, обслуживание жасап, көйлектер кигізіп, короче, қазір сіздерге көрсетем, сосын отсылкасын бересіздер. Ал достар, бізде дәл қазір переход болады. Сіздерге күшті переходпен шыққым келіп отыр. Ал 1, 2, 3. Тадам, достар, менің сырға салуға арналған образым. Қалай сіздерге өзіме қатты ұнап тұр. Осы нежный розовый цвет. Вот осындай корсетінің барлығы ручная работа. Вот тюбетейкасымен жаңағыдай бірдей. И қатты ұнағаны маған қолдары, яғни жеңдері өте жеңіл. Еще қазір ыстық болып кетті ғой Шымкентте. Вообще ыстықтап жатқан жоқпын. Жеп жеңіл, еще рахат. Қалай болып тұр сіздерге? Қазір біз уже ресторанға барамыз, және де менің осы видеоны түсіріп жатқан закадрым, менде Жания деген менің жақсы көретін мобилографым. Осының барлығын бүгін сіздерге осы Жания түсіріп жүреді, так что Жания үшін лайк, комментарий. Көйлегім өзіме қатты ұнап тұр, достар. Сіздерге қалай? Бүгін сырғалым атанатын боламын. Құлағымдағы сырғаның орнына маған бриллиант сырға тағатын болады, достар, деп мақтанып отырсам. Короче, вот, езастар уже бар қойды. Бізді сағат 2-ге шақырды. Асықпай келе беріңдер деді, потому что басында құдалық болады. Короче, вот. Достар, біз ресторан жаққа келдік, және де мен енді кірген кезде Елжас машинада отыр екен. Елжас бір-бірімізді 3 күн ба почти дұрыстап көріп сөйлесіп жатқан да жоқ, ше тоймен арпалысып, үйтіп. Әлі біздің выход болған жоқ. Елжас қалай болып тұр мен образым? Әдемі зор болып. Бірінші рет көріп тұрмын, достар. Маған әлі көрсеткен жоқ. Иә, бірінші рет көріп тұр. Қазір біздің выход болады, маған сырға салады. Соларды демеушілесі құда қаласа бір семья болып кетуіне тілектеспін. Бақытты семья болсын әйтеуір. Арамызда ойнап күліп Достар, мен уже ресторанның ішіне кірдім. Задний звукты естіп атсаңыздар, уже тілектер айтылып жатыр, үлкен кісілердің. Мен ана жерде тығылып тұрмын пока что. Әлі мен шақырған жоқ сырға салуға. Елжас вообще әлі сыртта қалып кетті. Қазір бізде құдалықтың басы болып жатыр. Жай барып көріп қайтайық. Мені негізі ешкім көрмеу керек, достар, пока сырға салу болғанша. Күшті болып жатыр, достар. Достар, дәл қазір менің жанымда менің сүйікті де сүйкімді ағам мен жеңгем. Барлықтарыңыз танисыздар бұл кісілерді. Және де бір-екі ауыз сөз дешеден, давайте. Мен келін болып түскен кезде Аруна кішкентай қыз еді, қазір тұрмысқа беріп жатырық. Вообще сенамай тұрмын, өте қобалжып, өте толқып тұрмыз барлығымыз. Тек қана бақыт тілеймін жаным, Құдай қаласа алдағы өмірің тек қана бақыт, шаттыққа толы болсын. Тек қана күліп, ойнап, алдымызда бақытты болып жүргенің ғана керек бізге. Осылай сұп-сүйкімді, сұп-сұлу болып жүре бер, Құдай қаласа. Жақсы көреміз. Мен Арунаның ағасымын. Ешкім танымайтын шығар дегенсің. В общем, Арунаны кішкентай кезінен садикке апарып өзім алып келгем бөпе кезінде. Сен есіңде ме ол? Иә, есімде ғой. Точно? Есімде. Кішкентай кезінде садикке апарып алып келетін, өзім қарайтынмын. Білесіз ғой, қарайтын едім Арунаға. Арунаға подтвердите, мен қарағанмын. Қараған. Арунаға жақсы қарағам мен. Үшін бақытты бол, Ару қарындасым, сені жақсы көреміз. Елжас екеуің тек қана бақыт тілеймін. Көп, Аллах қаласа келесі жылы шілдехана Бесіктойда жолыға берейік. Аллах қаласа.
сөйлеп жүр. Вообще не айтарын білмей жатырмыз шыны керек ше. Ал бүгін біздің қуанышқа келіп ортақтасып отырсыңдар. Мінекей Аруна қызымыз дем арасында үлкен қыз болып шықты ғой. Міне қайным айтып отыр, мен Арунаға қарағам деп, жеңгесі отыр, бірге барлығымыз бірге өскенбіз деп. Вот, барлықтарыңызға той жұғысты болсын. Шынымды айтсам, қатты қобалжып тұрмын, не айтарымды білмей жатырмын. Қызым, главный барған жеріңде бақытты бол. Достар, мен бүгінгі досым, осы петличка болып отыр ғой, задний фонда дауыстардың барлығын естірмей, осындай звукқа, күштіп жазып жатырмын, сіздерге барлығы түсінікті болу үшін. Және де мен әлі шығарған жоқ, уже жарты сағат болып тұрғаныма. Және де екінші этажда осындай кабинка бар екен, осы жақта пока күтіп тұрмын. Еще қазір бізге аяука келеді. Аяу өзі мамаларын дайындап, солай келатыр. И мен образын дәл көрген жоқ, ол тіпті не кетініп та білмейді, оған вообще ештеңе көрсеткен жоқпын. Қазір аяу келгенін күтейік. Достар, бізде аяу кек қапты, маған WhatsApp-тан жазып жүреді, Ару қақта отырсын деп. Давай күтейін аяуды. Капец! Мә, тема болыпты образы, достар. Капец, тема Ару. Досың ба? Мә, достар, мен андай потолок образ күткен жоқпын. Негізі Аруды бұндай образдарда көру. Білмеймін, маған жат десең. Мен көрмеген бұндай образдарда Аруды. Прям күшті болып тұр, енді сөзбен жеткізіп айта алмаймын ше. Өмірімде бірінші рет мен подругалардың арасында, жақын подругам болса ұзатылып жатыр. И қасында болып жатырмын. Сырға салу, ондай подругалым қасында болмаған. Бүгін бірінші рет Арудың қасында болып жатырмын. Прям қобалжып тұрмын, күшті болып тұр. Ал достар, аяудың сөзін естіңіздер. Аяудың образы қалай, сонда жазып кетіңіздер. Kelinin kulağına altın sırganı
Келін болсын. Құдайым мына 2 жасты бақытты болсын. Осы 2 жас болмаса біз бір-бірімізді таныр ма едік, танымас па едік. Бұл үйдің әйелі қайда? Мама, мынаны айтқым келеді.